Assalamu alaikum jigitler, assalamu alaikum ey. Жаман тоңқалышты оқой қолды, вай. Короче, бір клиент отырды, азыр. Алып сөйлешіп кетті, азында приятный сөйлешіп кетті, азында жақшы қыз екенше. Онан күзгінен қарап сөйлеп кеттім. Анан сен жаман сипатичный бола екенсің дейді. Мен айтамын. Серьезно дейді. Кепка у тебя хорошая дейді да. Спасибо за комплимент десем. Мен айттым, сен қаяқтан білесің мен сипатичный екенін дедім. Қаяқтан не көрініп тұр, сен кыргыздардың сұлуысы страшный ажырата білесің бе десем. О дейді не. Сен қайерден жашап келгенсің Кыргызстанды десем. Короче, мурда менде сайызым алды. Малюсуда жашаған екен, Малюсудача. Лампасы от жақта. Онан сөйлесіп келіп, өте сипатичный бола екенсің дейді, маған айтады. Рахмат дедім, чоң рахмат дедім. Давай я угадаю дейді да, қайерден боласың айтайын дейді да. Неге десем, мен білем дейді да, сипатичный болдар қайерде қайсы областта көп екенін айтам дейді, айтайын дейді да. Ну ладно, допустим, говори дедім да. Баткенден емессің дейді. Анаке, баткенден екен Москвадан қыздар біліп қойды. Блядь. Таң қалдым, очень таң қалдым. Откуда что я баткенский? Натура я баткенский человек десем. Hazır da ошында ол екен дейді. Мен мұрда да менің алдымда жашып малымда баткеннен жігітті аяға сипатичный келетілі. Hazır деле сипатиядан бербейт екенсің да Кыргызстанға баткеннің балалары деп. Ерің білән жайда түссе көрерді. Баткеннен екен орысын қызы біліп қойды. Мұны қарасыңар. Блин. Алла разы болсын. Сілерге дағын. Молодец.